Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде бар заттардан және оп-оңай дайындалатын және адамның ағзасына өте пайдалы салат винегрет деген салат жасайтын боламыз. Керек заттардың барлығын описаниеге қалдырып кетемін, сол жақтан оқып алсаңыздар болады. Ең алдымен картошкамызды, сәбізімізді, свекламызды асып суытып аламыз. Одан кейін бізге жуа, горох және соленый огурцы керек болады. Барлығын видеода көрсетілгендей ұсақтап тураймыз. Бірінші жуамызды турап аламыз, одан кейін соленый огурцымызды, одан кейін картошкамызды, сәбізімізді және ең соңынан свекламызды турайтын боламыз. Қалауларыңыз бойынша квашеный капуста қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде қосқан жоқпын. Негізі рецепт бойынша қосуға болады. Бұл салатты күнделікті өмірде жасап жесеңіз де болады, немесе қонақтың алдына да қоюға болады. Егер сіздің қаныңыз аз, гемоглобиніңіз төмен болса, осы салатты күнделікті өмірде жасап жеуге кеңес беремін. Барлығын ұсақтап турап болған соң үстіне соңынан осындай горохымызды салып, бұрышымызды, тұзымызды және шемішкі майымызды қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Бұл салат өте дәмді болады. Керек заттарды қанша керек екенін барлығын описаниеге қалдырып кеттім. Сол жақтан ашып оқи аласыздар. Менің рецептім ұнаса, маған лайк, комментарий басып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын, сіздермен болған Гүлзада.